Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге күйзелістен шығуға көмектесетін өнімдер жайлы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Мамандар көптеген сараптама жасай отырып, стресстен арылуға көмектесетін 7 түрлі тағам түрін атады. Стресс дегеніміз ағзаның қиын жағдайға қайтаратын жауабы. Бұл кезде адамның миы бүкіл ағзаға өте көп мөлшерде гормон бөліп, нәтижесінде жүрек қатты соға бастайды. Қан қысымы жоғарылайды, тыныс алу жиілейді, бұлшық еттер жиырылып қалады. Не болып жатқанын сіз өзіңіз толық сезінбей жатқанда, ағзаңыз қауіппен күресуге дайын тұрады. Стресстік жағдай аяқталған соң ағзаңыз дабыл қағатын күйден қалыпты күйге түседі. Стресс пайдалы және зиянды стресс болып екіге бөлінеді. Стресс қиын немесе қауіпті жағдаймен күресуге көмектесетін табиғи реакция. Ол мида басталады. Пайдалы стресс сізге бірден әрекет етуге көмектеседі. Белгілі бір шамадағы стресстің арқасында сіз мақсаттарыңызға жете аласыз. Емтихан тапсырғанда, жұмысқа тұру үшін сұхбатқа барғанда, я спорттық жарысқа қатысқанда жақсы нәтиже көрсете аласыз. Дегенмен ұзаққа созылған шектен тыс созылмалы стресстің зияны бар. Ағзаңыз қайта-қайта не толассыз дабыл қағу күйінде жүрсе, бұл тәндік және эмоциялық саулығыңызға кері әсерін тигізіп, ақыл-естің бұзылуына әкеп соғуы ықтимал. Мінез-құлқыңыз құбылып, адамдармен қарым-қатынасыңыз да өзгеруі мүмкін. Созылмалы стресстің кесірінен кейбір ішімдікке немесе нашақорлыққа салынады. Дәрі-дәрмекті мөлшерден тыс қабылдайды. Темекі шегеді, мешкейлікке я басқа да зиянды әдеттерге салынады. Түбінде бұл депрессияға, қажып тозуға я тіпті өз өміріне қол жұмсау жайлы ойларға әкеп соғуы мүмкін. Стресстен бәрі бірдей зардап көрмесе де, ол сан түрлі ауруларға себепші болады. Сондай-ақ ағзаның әрбір мүшесіне ықпалын тигізуі мүмкін. Жүйке жүйесінің белгі беруімен ағзада адреналин мен кортизол гормондары бөліне бастайды. Бұдан жүрек соғысы жиілеп, қан қысымы көтеріледі. Қандағы глюкоза мөлшері көбейеді. Бұлар сізге қауіпті жағдайда тез әрекет етуге көмектеседі. Ал шамадан тыс стресс мынаған әкеліп соғуы мүмкін. Ашуланшақтық, уайымшылдық, депрессия, бас ауруы, ұйқының бұзылуы. Сүйек және бұлшық ет жүйесі жарақаттанудан қорғау үшін бұлшық ет жиырылып қатая түседі. Ал шамадан тыс стресс мынаған әкеп соғуы мүмкін. Яғни дененің ауырсынуы, бас ауруы, бұлшық еттің түйілуі. Ал тыныс алу жүйесі көбірек оттегін жұту үшін тынысыңыз жиілейді. Ал шамадан тыс стресс мынаған әкеп соғуы мүмкін. Яғни адам қажетті мөлшерден артық я кем тыныс алады. Ал бейімділігі барлар үрей ұстамасына ұшырайды. Жүрек қан-тамыр жүйесі. Бүкіл денеге қанды жеткізу үшін жүрек қатты әрі жылдам соғады. Қанды ең қажетті жерге, мысалы бұлшық етке айдау үшін қан-тамырлар кеңейеді немесе тарылады. Ал шамадан тыс стресс мынаған әкеп соғуы мүмкін. Яғни қан қысымының көтерілуі, жүрек ұстамасы немесе инсульт. Және қант диабеті, иммунитеттің әлсіреуі мен жиі науқастану, көңіл күйдің құбылуы, артық салмақ қосып алу. Ас қорыту жүйесінде ағзадағы ас қорыту процесі бұзылады. Ал шамадан тыс стресс жүрек айну, құсу, іш өту, іш қату сияқты себептерге алып келуі мүмкін. Стресс адамның жыныстық құштарлығына және жыныс мүшелерінің қызметіне де кері ықпал етеді. Ал шамадан тыс стресс белсіздік, етеккірдің келуінің бұзылуына себеп болуы мүмкін. Ал осындай жағдайда не істейтініңізді білмесеңіз, мына 7 түрлі тағам түрін пайдаланып, стресстен тезде құтылыңыз. Бұл өнімдер әрбір дүкен сөрелерінде және қолжетімді бағада. Ең бірінші бидай кебегі. Стресс пен мазасыздықты сейілтуге ықпал ететін дәнді дақылдардың бірі болып саналады. Екінші өнім інжір. Бұл өнім талшыққа бай, оның құрамында магний көп. Ол өз кезегінде жүйке жүйесін тыныштандырып және мазасыздықтан арылтады. Үшінші майлы теңіз балығы. Омега-3 май қышқылдары мазасыздық деңгейін төмендетуге көмектеседі. В және Д дәрумендермен қатар магний және мырыш күйзеліске түскенде жақсы көмектеседі. Брокколи. Оның құрамында депрессияны басуға көмектесетін талшықтар, магний, С дәрумені және фолий қышқылы бар.
Шоколад стресспен күресуде жақсы нәтиже береді. Өнім бақыт гормондарының өндірілуін белсенді етеді. Айран ішектің жұмысына оң әсер ететін пайдалы бактериялардың қайнар көзі. Бұл мазасыздықты басады. Сондай-ақ айранның құрамында серотонин түзетін триптофан бар. Куркума, оның құрамында куркумин бар. Ол қабынуды азайтады және оның антидепрессанттар әсері бар. Сарапшылар кофеинді шамадан тыс пайдаланбауға кеңес береді. Оны шамадан тыс тұтыну салдарынан мазасыздықтың туындайтыны белгілі болды. Сондай-ақ алкоголь, жасанды бояғыштар, консерванттар және тәттілендіргіштер сынды заттар стресске төзімділік деңгейін нашарлататынын айтып кеткен жөн. Осы және басқа да пайдалы ақпараттарды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.